30 жасқа жетпей жесір атанып, ұлдарын жалғыз жеткізген Жаңыл апай ендігі өмірін тек балалармен байланыстырады. 19 жасында тұрмыс құрып, жұбайының тілеуін тілеп келген әйел бір күнде қайғы жұтып қаламын деп әсте ойламаған еді. Жұбайын қара жердің қойнына тапсырып келгеннен 40 жылы өтсе де жер бауырлап жата берді. Жастай қосылған ері екеуі бақытты ғұмыр сүрді. Бірге кәсіп бастап, үлкен компанияға айналдырды. Еңбек етуден қашпай, тірнектеп жинап, бизнесті де өркендетті. Қос қабатты үйде салды. Біреуден ілгері, біреуден кейін тұрмыс кешіп, бар күштерін кәсіптің бұдан да кең қанат жаюына жұмсады. Әйел заты болса да, ерінен кем еңбек етпеді. Баланы да тапты. Туған менен туысқанда жаға білді. Жолдасын үнемі қолдап, бар жағдайын істеп отырды. Кездескен қиындықтарды бірге жеңіп, екеулеп әдемі отбасының негізін қалап келе жатқан еді. Әттең, кенетте келген ажал бұлардың бүкіл жоспарын күл-парша етті. Ендігі тек өзіне сенбеске лажы жоқ. 3 бірдей ұлын аяққа тұрғызып, күйеуінің ұрпағын жетілдіруді мақсаттады. Осылай компания тізгінін өз қолына алды. Жаңыл жалғыздықтан шаршамағанымен 20 жыл тоқтаусыз еңбек етіп, ағайын туыстың жағдайын жасаудан жалықты. Солардың өмірі бітпейтін жырын жырласып, жыртығын жамасумен уақыттың текке өткізгенін енді түсінгендей. Ол тек 3 перзентін оқытып, қызметке қойғанына, дер кезінде кәсібін қолға алғанына өкінбеді. Әйтпесе кім біледі, бұларды қандай тағдыр күтіп тұрғанын. Ауыздарын бұған қарап аша беретін жақындарын кәсіпкер туысының жағдайы қызықтырмайтын. Жалғыз ғой, оның үстіне тетелес ұлдары бар. Оларды жеткізу бұған қиын-ау деген ой ешкімді алаңдатпаған. Біреу келіп, тым болмаса не көмек керек, ауырып жүрген жоқсың ба демепті. Бар арқа сүйері қарт анасы. Маңдайынан сипап, жылы сөзін арнағанда бойына күш-қуаттың сарқылмай құйылып жатқанын сезінетін. Сол анасын елдегі ең жақсы демалыс орындары, шипажайларға апарды, емдетті. Ең жақыны анасы мен ұлдарынан ештеңе аямады. Ал өзі ше, өзіне қарауды күйеуі дүниеден өткеннен кейін тоқтатқан әйел қайда барса да үстінен бір киімні тастамапты. Шашын өсірсе тас қылып түйіп, қысқартқысы келсе ерлердің үлгісін таңдай салады. Тойға барса да үйде жүрсе де осы. Қай кезде де жұмыс басты, парасатты әйелдің құрбылары да көп емес. Айкүнмен құрбы болып араласып келе жатқанына 25 жыл болды. Ол да өзі секілді. Отбасы, жұмысы десе бәріне дайын. Бірақ Айкүн өзін жақсы күтеді. Денсаулығына да мән береді. Өйтпесіне күйеуі қоймайтын көрінеді. Құрбысына Жаңылдың қызыққаны болмаса, іштарлық жасамапты. Қайта болар қарапайым қалыпты, табиғилықты жақсы көріп, өз таңдауына құрметпен қараған. Кейде ортақ таныстарының тойына барарда Жаңылдың киген киімі мен түр-келбетіне Айкүн ешқандай сын айтпапты. Сондай бір отырыстың бірінен қайтқанда, Айкүннің күйеуі аздап қызып алып, бұған ақыл айтады. Көлікті әйеліне беріп, өзі Жаңылдың қасына жайғасты да әңгімені бастайды. Сондағысы, осылай олпы-солпы жүре бересің бе? Өзіңе қарасаңшы. Ұлдарың болса ер жетті. Екеуі екі қалада қызметте. Кенжең ең таңдаулы оқу орнында оқиды. Күйеуіңнің де рухы сағанда риза. Жаратылысың әйел емес пе? Біреуді тап, көңіл қос дейді. Үйге келген соң әлгі сөздер санасына жаңғыра берді. Жатып алып ойға қалды. Жаңа ғана көлікті үйге қысып отырғанда еді. Мына әңгімеден соң ұйқыда қашты. Әсіресе денсаулығына алаң болды. Біреуді тап дегені несі? Балалары өскенде өлсе де ондайға бармас. Ерінен кейін ешкімге ақ төсегін ласатпаған әйел өзін бөтен еркекпен елестете алмады. Бірер ай санасын шырмаған ой ақыры жеңіп тынды. Айкүнді ертіп сұлулық салонына келді. Барлық қажетті процедураны алып, өзіне бір күн арнады. Бойы жеңілдеп, бетіне қан жүгіргендей сезілді. Қос құрбы әсемдік салонға баруды жиілетті. Компаниядағы қызметкерлер, туған туыстар Жаңылды бұлай өзгеруіне таңғалысып жатты. Кейбірі алып қашпа әңгімелерге де жол беріпті. Оның біріне де іскер әйел назар аудармады. Өзінің қазіргі келбетіне қарап, көңілі көтеріліп, жасарып бара жатқандай сезініп жүрді. Бір күні жұмысында жағдай болып, заңгер қызметіне жүгінуге тура келеді. Бірер істің шешілуіне мұрындық болған бұрынғы танысының есігін қағады.
Келген жағдайын баяндап, бірер күнде шешімін табуға көмектесетінін айтқан заңгердің кабинетінен шығып бара жатып, бір жігітпен соқтығысып қалады. Екеуі жарыса кешірім сұрасып, жөн-жөнімен кетеді. Жаңылдың бойын тоғырғандай беті алаулап, бұл жайтты неге жорырын білмей жұмысына келді. 2 күннен соң таныс заңгері хабарласып, бірнеше жерге қол қою керектігін ескертеді. Кәсіпкер әйел лезде сонда болып, дайын құжаттарын алып шыға бергенде, өткен жолғы жігітті қарсы алдынан тағы көреді. Жанарлары түйісіп, бір-біріне күле қараған екеуі бұл жолы да сыпайы қоштасты. Тағы сол кездескендегідей аттай тулаған жүрек, ысып тасыған бой. Маған не болды? Мұнша толқитындай не көрінді деп өз-өзіне сұрақ жаудырып, күбірлей түскі үзіліске үйіне келді. Тамақтанып болып, ыдыстарын жуып жатқанда телефон шырылынан елең ете қалды. Телефон артынан: "Сәлеметсіз бе, Жаңыл ханым? Мен сізбен заңгер есігінің алдында қайта-қайта қақтығыса берген жігітпін. Есімім Азат. Амансыз ба?" "Иә, сол жағдай ыңғайсыздау болды", деді Жаңыл. "Ештеңе етпейді. Қайта соның арқасында өзіңізді таптым", деді әлгі жігіт. "Көңіліңізге ризамын, бірақ номерімді қайдан алдыңыз?" "Оның еш құпиясы жоқ. Танысыңыздан қойырдан қоймай сұрап, өзіңізден кешірім сұрамаққа алдым." "Жоға, ол не дегеніңіз? Кешірім сұрайтындай сіз ештеңе істемедіңіз ғой", деді Жаңыл. "Мейлі, сау болыңыз, Жаңыл ханым. Сізбен танысқаныма қуаныштымын." Әңгіме осылай аяқталды. Бұл қоңырау әйелдің тағы мазасын қашырды. Жігітті қайта-қайта ойлайды. Сақтап қойған өмірге қарағыштап жаттап та алған. Сезіммен арпалысқан жас қыздай толқып жүргенінде бір апта өтті. Бүгін қаладағы 2 дүкеніне барып, есеп жүргізуге бекініп отырған. Телефоны безілдей жөнелді. Экран бетіндегі Азат деген сөзді оқып, өз көзіне өзі сене алар емес. Жылдам тұтқаны көтергенде, қашанда ізеті қалпынан айнымайтын жігіт мұнымен кездескісі келетінін айтты. Көп ойланбастан иә деп жауап қатқанын өзі де байқамай қалды. Кездесетін мейрамхананы белгілеп, екеуі келісті. Телефонды қоя сала өзінің асығыс берген жауабына ашуы келді. Дардай жасында бұлай селтеңдегенім не? Әлде қайта звондап бас тартсам бекен деп тағы ойланады. Келісіп қойған соң мұным жарамас. Не болса да жақсылық болсыншы деген әйел іштей бұл кездесуге қуанышты еді. Таксиден түскен іскер әйелді Азаттың өзі күтіп алды. Қаланың қақ ортасында орналасқан мейрамхана өте заманауи екен. Адамдар да көп. Таныстар көріп қоймасын деп жылдамырақ жүрген Жаңыл жігіт нұсқаған оңаша кабинаға кірді. Таныстық артып, кеш бойы Азат әйелге бар ілтипатын танытып отырды. Молынан тапсырыс беріп, ішіп жеді. Тағдырлары туралы сыр шертісті. Өзінен әлде қайда жас жігіттің қасында сызылып, бойын аулақ ұстағысы келсе де оған деген бір күш жақындата бергендей. Жүрегін жаулаған жігіттің жасы 32-де. Санаса үлкен ұлына 5-6 жас қана үлкен. Ал екеуінің жас айырмашылығы 18 жас. Бойдағы екен. Бұрын үйленіп, некесі сәтсіз болыпты. Айтуынша перзенттері жоқ. Мамандығы заңгер. Бұлар кездескен жердегі Жаңылдың танысынан заңгерлік кеңес орталығын ашу үшін бағыт-бағдар алып жүрген болып шықты. Отбасы, өмірі туралы ашылып айтып отырған жігітке қарап, сезімі бұрынғыдан да арта түсті. Жалғыздықтан қажыған екен деп түйді. Бұлар жиі кездесіп, бір-бірінсіз тұра алмайтындай күйге жетті. Таң атқаннан еркем тұра ғой, түнде қайырлы түн жаным деген SMS-тер күн сайын ақтарыла берді. Жолдасы қайтқалы мұндай сөздерді ұмытқан әйел шынында да махаббатқа шөлдегендей. Әбден сеніміне кіріп, ессіз ғашық қылған жігітті үйіне де ертіп келді. Ол жайлы құрбысына да айтты. Айкүннің жас дейтін жасты емес екен. Ажырасқан болса тағдырыңды түсінетін адам ғой. Қызметі де бар, сенімен ойнас болмас деген пікірінен кейін өзінің дұрыс таңдау жасағанына нық сенімді еді. Осылай бұлар бір жасықта оянып, мейрамханада түстеніп, тіпті кешкі асты да осындай ортада ішетін болды. Жұптары жазылмайтын жастар демалыс орындарында да бірге қол ұстасып келеді. Азатсыз өмірін елестете алмайтын Жаңыл ол үшін бәріне де дайын еді. Еркелеп, ерім деп барын берді. Сүреңсіз күндерін гүлмен ораған жігіттің туған күнінде көлік мінгізді. Оған заңгерлік орталық ашып беру үшін де аш ашылмады. 2 рет шетелге демалысқа барып қайтты. Кеткен қаржыға бизнес ханым бас ауыртқанда жоқ. Жанына шуақ шашқан таңдауы қасында болса болғаны. Жаңыл 1 жылдың ішінде сүйіктісін киіндіріп, тойындырып, айтқаны не кетпеді.
Бұрынғыдай астарлап емес, жігіт өз қалауын тіке айтып, қажетті ақшасын сұрап алатын болған. Оған қарсы уәж айту былай тұрсын, жаңыл асты үстіне түсіп, одан басқаны көзі көрмейтін. Ұлдарымен байланысу, хат сұрасу азайды. Ағайының жиын тойы, өлім жетімі әйелді қызықтырмады. Шығыны көбейіп, кірісі азайған ол Азаттың табысын сұрамайтынды. Жұмысынан кеш келетінді шығарды. Баяғы сүйем-кием жанымы азайып жоқ болды. Жұрттың өсегін елемей, үйіне кіргізіп алған ері бұдан қашқақтайтын болды. Мейлі, әйтеуір үйіме кіріп шығып жүр ғой. Жұмысы да оңай емес деп өзін жұбататын. Түн жарымында, кейде азанда масан күйде келіп, теріс қарап жатып алады. Киімінен әйел атырының исін сезіп жүргеніне де талай болды. Қызғаныш пен ашудан қалшылдап, сабырынан жеңілген әйел бір күні айғай шығарады. Бар киімін жинап, Азат үйден кетіп тынды. 10 шақты күн жігіттен хабар алмай, ашудың үстінде жүрген жаңыл өзін күштегендей етіп, оның нөмерін терсе өшіп тұр. Кешке дейін телефон соғумен күн өткізді. Сөндіріп қойған. Келесі күні кеңсесіне барса есігі жабық. Ренжіп жүрген шығар. Қайда барар дейсің? Күтейін деген әйел тағы бір жеті есікке қараумен болады. Азаттан сол күйі хабар жоқ. Бір күні бөтен нөмерден мені ұмыт, іздеуші болма, әйтпесе қиын болады. Азат деген хабарлама келіп түседі. Бұл сөзін түсіндірсін деп әлгі нөмерге байланысса, оны да сөндіріп тастаған. Кешірім сұрап SMS жаза берді. Жылай берді. Өкінді. Өзінің алданғанын ұқты. Альфонс деген сұрқияны іздегенде жоқ. Ештеңеге зауқы соқпай, безінесінде құлдыратып алды. Өзін жек көрді. Жанын Азатқа салған Азатын қарғайды алмады.